Адамды адамнан алыстатқан бірінші тіл, екінші ақша. Балаларға көп үйретем деп, асығып, шала-шарпы үйретуден гөрі, аз болса да анықтап нық үйрету абзал. Ақ бұлттар, қара бұлттар, ала бұлттар. Байқасақ, аспанда да алалық бар. Біреуде жаста болса даналық бар. Біреуде қарт та болса шалалық бар. Әйелді теппе аяқпен сағысынар. Баланы ұрма таяқпен бағысынар. Үйдің ұлығы ер, ұйтқысы әйел. Өз жарыңды жаттай күт. Жат көрсінде түңілсін. Бір-біріңді қадір тұт, жұрт үлгі алсында үңілсін. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Бала тәрбиесі басты байлығың. Кешіксең, көретінің қайғы мұң. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ, бақытты боп жүргенің. Адам кейде жұмыстан емес, ойдан шаршайды. Адам өмір сүруден емес, керісінше, нәтижесі шықпаған жұмыстардан, мейірімі жоқ көздерден, жүрекке бататын сөздерден шаршайды. Бір сәт еңсеңді көтеріп тұра алатындай, бір демеуші күш болса екен дейсің. Ұрыс керіс болып тұрады бәрінде, ұрыспайтын отбасы жоқ өмірде. Бақыттының кейпін киіп жүргенмен, итпе мысық боп жүреді-ау әр үйде. Сол ұрысты бастайтында әйелдер, бастап алып басатында әйелдер, тыныштығын сақтау үшін үйінің шегінетін артқа қарай әйелдер. Ерлер де бар, шаттық іздеп жүретін, әйелдерін күң сияқылды көретін, аялаңдар нәзік жанды әйелді, сол әйелің саған демеу беретін. Анаң болды, балаң құсап жасыңда, үйленген соң әйелің жүрер қасыңда, жақының да, жанашырың да сол әйел, ақылды әйел бақ боп қонар басыңа. Бұл дүние жақсы болғандардың емес, жақсы ойнағандардың дүниесі. Уильям Шекспир. Оқымаған, қараңғы, надан деп айдар тағылған қазақтың ақылына, ой өрісінің биіктігіне бүгінде ғалымдар таң қалып отыр. Бауыржан Момышұлы. Жамандық қайдан туар, тілден туар. Әркімде ақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз сен аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Адамдарға бір заман келеді. Ол кезде ақиқаттан жасырын, жамандықтан жария, өтіріктен көп нәрсе болмайды. Әли ибн Әби Талиб. Қу дүние құл еттің-ау, өзіңмен бір еттің-ау, баянсыз қысқа ғұмырдың байлығын тілеттің-ау. Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиналмас, сұм нәпсің үйір болса тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас. Абай Құнанбайұлы. Жастарға ақыл айту қарыз, өнеге үйрету парыз, тәжірибе ұқтыру міндет. Бұл үшеуін айтпаса, қарт кінәлі, ұқпаса, жас кінәлі. Әзілхан Нұршайықов. Адамның тағына талассаң да, бағына таласа алмайсың. Адам бергеніңді емес, бермегеніңді көреді. Мен жүрген жолмен жүріп көр, жығылып қайта тұрып көр. Түсінгің келсе сен мені, мен болып өмір сүріп көр. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов. Адамды жөн білетін дана деп біл.
істерін жалқау жанның шала деп біл. Құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Абай Құнанбайұлы. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ. Тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ. Бұлатұғыны қалай болар екен? Абай Құнанбайұлы. Іздесең қателік көпмен де, бүгін де, кеше де, өткен де, сен бірақ түңілме, жек көрме. Мұқағали Мақатаев. Шындық көзге шұқиды қашаннан да, шыбын жаның шындықтан қаша алған ба? Ар ақиқат үкімі жасалғанда, қолға тұрар ноқтасыз асауларда. Қолға тұрар қулар да, зұлымдар да, ат жалынан мал тапқан жылымдар да, арамзаны, ұрыны жұлып түспей, ақиқаттың алмасы суынған ба? Шындық деген шымылдық біреулерге, қалқа қылып шындықты жүрер пенде, шымылдығын шындық кеп жұлып алса, шыбын ұшып, бейшара кірер жерге. Мұқағали Мақатаев. Абай айтпақшы, адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Белгілі бір істің хас шебері болу үшін әуелгі ол істі шын сүюің қажет. Сонда жасаған жұмысыңнан ләззат аласың. Кез келген іс махаббатпен нұрланады. Шын сүйіспеншіліктен туған дүние сұлу һәм құнды болмақ. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Білімдіден не пайда, білген көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, жан құмары. Жастық оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай. Ол дәурен өмір емес, бір көрген түс, ойға түйме қызықты қиялдан түс. Қарашы, өз бойыңда түгелмеген, ыстық жүрек, өң шырай, қуат пен күш. Абай Құнанбайұлы. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкінішсіз жібермейді. Өйткені әйел өмірдің анасы. Ал асыл перзент анасын ешкімге де қорлатпайды. Өйткені әйел киелі халық. Оның киесі өзін қорлаған еркекті бір айтпай кетпейді. Әзілхан Нұршайықов. Рухы әлсіз адамдардың санасы әрдайым өзгелерге тәуелді болады. Рухы мықты адамдар өзіне сенімді, әрі өз санасымен өзін өзі жетілдіреді. Ыбырайхан Бұлбұл. Жапалақ құс мақтанса, жардан тышқан алдым дер. Жаман адам мақтанса, жақсыны аяғынан шалдым дер. Қаламға сырыңды айтпа, апарып қағазға жазады. Жаманға шыныңды айтпа, қопарып жолыңды қазады. Барша адам сыртын жылтыратып жатқан заманда, сіз ішіңізді, яғни жүрегіңізді жылтыратыңыз. Барша адам өзгенің айыбымен айналысып жатқан заманда, сіз өзіңіздің айыбыңызбен айналысыңыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ар сатып ұлық болып, елді жеу өнер емес. Ахмет Байтұрсынұлы. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде, адал бол бай тап, адам бол мал тап, қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Сегізаяқ өлеңі Абай Құнанбайұлы. Жарқын болашаққа жетеміз деп жүріп, ұлттық үлгіден жалаңаш қалмасақ болды. Бауыржан Момышұлы. Ұйқың қандай қалың болса, сорың да сондай қалың екен оқ. Міржақып Дулатұлы. Өмірде жақсылық сауапсыз, жамандық жауапсыз қалмайды.
Болғанда ақыр заман заулайды жел, әлі заман өзгерер, еркек билік тұл болар, сиыр пұл болар, қатын тұлданып би болар. Иекке тиер қызыл аз болар, адам шаштан айырылып таз болар, баққаның өсек сөз болар, қатының өзіңе көз болар. Сары судан ас шығар, балаң өзіңе қас шығар, жер тақыр болар, жұрт пақыр болар, осындай қилы заман болар, енді 4000 жылда дүние тамам болар. Майқы би. Жағымпаздықтың арнайы мектебі жоқ, бірақ бітіруші түлектері өте көп. Бауыржан Әлиұлы. Естіге айтқан ақыл сөз шыңға тіккен тумен тең. Ессізге айтқан ақыл сөз құмға сіңген сумен тең. Ал ұста, бұл сөзімді жалған емес, бұл дүние имандыға арман емес. Дүниенің қызығы үшін мал жинаймыз, мал шіркін, ешкімге еріп барған емес. Қабан жырау. Барыңды күзет, арыңды күзет, өзгені сынағанша өзіңді түзет. Қадыр Мырза Әли. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл келсе хәлің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.